Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста шайнектің астына қоятын под горячийінің осындай жүрек түріндегі түрін тоқитын боламыз. Өте әдемі, әрі ерекше, сыйға тартса да өте әдемі ыстықтың астына қоятын салфетка тоқимыз. Ең алдымен менің видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен бұл ыстықтың астына қоятын салфетканы полиэфирный жіптен тоқыдым. 3 мм-лік, әртүрлі басқа да миллиметрлік полиэфирный жіптен тоқуға болады. 1, 2, 3, немесе 5 мм-лік полиэфирный жіптен тоқи берсе болады. Ал енді жұмысымызға кірісейік. Бізге керекті заттар полиэфирный жіп. Мынандай менде бобинный осындай полиэфирный жіп. Сосын крючок керек. Крючок менде размері 6 размерлі крючокпен тоқимын. Ал енді жұмысымызға кірісейік. Ең бірінші кальцо амигуруми алып аламыз. Кальцо амигуруми деген тек қана біздің жіптің соңын бұлай айқастыруды айтады. Сосын мына жұмыс жібін мына басқа әкеліп, бұлай со жерден біздің бізімізді өткізіп, крючогымызды бұлай тартып аламыз. Осы жерден ұстап тұрып, ең бірінші кальцо амигуруми жасап аламыз. Кальцо амигуруми ол тек біздің жіптің соңын осылай айқастыру болып табылады. Жұмыс жібін былай қарай шығарып, мына тұрған ашық жерге крючогымызды кіргізіп, жіпті жұмыс жібін тартып алып әкеліп, осы жерден петля алуды айтады. Осылай. Тағы да 2 петля аламын. Біздегі ылғида осы петля подъема 1 столбик с накидымды алмастыратын болады. Тағы бұл жерге енді біздің басына накид кигіземінде 2 столбик с накидым тоқимыз. Осылай 2 столбик с накидым тоқимыз. Тағы да 2 петля подъема аламыз. Петля қосып аламыз осы жерден. Ары қарай 3 столбик с накидым тоқимыз. 1, 2, және 3-шісі. Тағы да 2 петля алып аламыз қосымша. Осыдан кейін 3 столбик с накидым тоқимыз. Енді соңғы 3 столбик с накидым тоқылады. Яғни біз 4 рет қайталап шықтық. Бізде ана сердечканың басында бастау барысында бірінші квадратты тоқып аламыз. 4 бұрышты. Тағы 2 воздушный петля аламыз да, мына тұрған жаңағы соңын басымен қосамыз. Соединительный столбикпен біріктіреміз. Енді осы жерде мына біз жіптің соңын тартамыз қатты алып. Сол кезде біздің домалағымыз жиналады. Енді келесі қатарға өту үшін 3 петля подъема көтереміз. Мына тұрған араларындағы ашық жер арқылы тоқимыз. Бірінші столбик с накидом, екінші
столбикасын әкелдім. Және мына тұрған мына жердегі ашық жерге 2 столбикасын әкелдім тоқимыз бірден. Мінекей. Тағы да 2 петля аламыз. Осы мына жердегі тұрған ашық жерге тағы да 2 столбикасын әкелдім тоқимыз. Енді мына жердегі тұрған петля тұр ғой, міне. Осы петляға 1 столбикасын әкелдім тоқимыз. Сосын мына 2 аралықтан бір столбикасын әкелдім тоқылады. 1, 2. 2 столбикті бірден мына тұрған ашық жерге тоқимыз. 2 петля көтереміз. Тағы да осы ашық жерге 2 столбикасын әкелдім тоқимыз. Мына жердегі тұрған петляға, міне, осы жердегі петляға 1 столбикасын әкелдім тоқылады. Сосын мына тұрған 2 столбиктің араларынан тоқылады. 2 столбикасын әкелдім. Тап-тура жаңағыдай қайталанады. Ашық тұрған жерге 2 столбикасын әкелдім тоқып, 2 воздушный петля аламыз да. Мынандай бізде 4 шықты. Енді мына жұмыстың басын аяғына қосамыз. Соединительный столбикпен. Біріктіреміз. Енді мына тұрған ашық жерге дейін соединительный столбикпен тоқимыз. Міне мына ашық жердің мына жерінде 1 петля бар. Сол петляға дейін тоқимыз былай. Мінекей. Осы жерден міне бізде мына жерде петлялар бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петля бар. Осы 7 петляның 1, 2, 3, 4-ші мына тұрған 4-ші петляға қазір біз тоқитын боламыз. 2 накид кигіземіз күрчіктің басына. Сосын мына тұрған 4-ші петляға тоқимыз. Ең алғашында 2-ін бірге тоқимыз. Одан кейінгі 2-ін бірге тоқып, және 2-ін тағы бірге тоқимыз. Енді осы тұрған 4-ші петляның ішіне, осы петляға, мына петляға тағы да 9 2 накидті столбик тоқимыз. Екінші столбик, үшінші столбик, төртінші столбик, бесінші столбик,
башкысы және соңғысы. Мінекей бір петляның бойына 10 петля столбик тоқылды. Енді мына тұрған ашық жерге соединительный столбикпен біріктіреміз. Осы жерден тағы да 2 накид кигіземіз де, міне біздің сердечканың жүрекшенің бір жағы. Мына жері. Енді тағы да жаңағыдай 1, 2, 3, 4, мына 4-ші тұрған петляға 12 накидті столбик с накидін тоқимыз. Столбик тоқылды. Тағы да мына тұрған ашық жерге соединительный столбикпен біріктіреміз. Мінекей бізде кіші жүрекше пайда болды. Мынандай кіші жүрекше пайда болды. Енді ары қарай осы жерде бізде қатардан басы басталады. 3 столбик подъема көтереміз, 3 петля подъема. Енді қазір мына тұрған петлялардың барлығына бір накидті столбик с накидім тоқимыз. Қазір мына басына келгенше дейін. Бізде өтетін жерінде, жаңа басында, мына үшкірленген жерінде прибавка болады қазір. Оған дейін прибавка жасамаймыз. Әрбіреуіне бір столбик с накидім тоқылады. Енді мына жерде осы ашық жерге тағы бір столбик с накидім тоқылады. Сосын мына жерде былай болады, қазір 2 накид кигіземіз басына крючоктың. Сосын бірінші екеуін тоқып аламыз да, осы жерде мына үшеуін біріктіріп тоқимыз. Бұл полустолбик болып табылады. Полустолбик с накидім. Енді тап осы ашық жерге столбик с накидім тоқимыз. Ары қарай қайтадан жалғаса береді. Әрбір петляға бір столбиктен тоқимыз. Мына жерге келгенше, мына біздің сердечканың екінші жағының басталған жеріне келгенше дейін столбик с накидім тоқимыз. Мына жерде осы ашық тұрған жерден тағы да бір накидпен тоқимыз. Міне бізде мына екі жағында да осылай болып қалды. Енді бізде қазір мына екі жартысын тоқылған кезде прибавкалар болады. Мына жерден 6 прибавка жасап шығамыз. Яғни әрбір петляға мына тұрған 2 столбик с накидім тоқылады. Екінші прибавка. Жібімізді дұрыстап отырамыз, айналып кетпеу керек. Үшінші прибавка. Төртінші прибавка. Бесінші прибавка.
және 6-шысы. Міне, енді бізде мына жерде мына тұрған жерге полустолбик накидым тоқылады. Полустолбик накидым. Крючогымызға накидті кигіземіз. Жіпті суырып алып, біздегі крючоктағы 3 петляны да біріктіріп тоқимыз. Осы бір петляға 2 полустолбик накидым тоқылады. Одан кейінгі тұрған петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Одан кейінгі 1 столбик без накида. Кейінгісіне соединительный столбик. Және мына ортасындағы тұрғанға да соединительный столбик тоқимыз. Міне, бұлай болып өзгерді. Енді мына жақтан тағы да соединительный столбик кетеді. 1 столбик без накида. Яғни мына жақтаға керісінше тоқып атырық былай қарай. Оңнан солға қарай кетіп бара жатырмыз. 2 столбик без накида тоқылады бір петляның ішіне. Кейінгісінде мына тұрған петляға полустолбик с накидом 2. Қалғандарының барлығы енді столбик с накидом 2-2-ден тоқылып шығады әрбір петляға. Тоқылды. Енді қатардың соңын басымен соединительный столбикпен біріктіреміз. Окей, достар, бізде мынандай жүрекше пайда болып бастады. Мынау кішірек жүрекше. Енді үлкен жүрекше болу үшін тағы да бір қатар тоқып шығамыз. Мына қатардың соңынан 3 петля подъема көтереміз. Жаңа алдындағыдай тоқимыз. Ешқандай қосындысыз. Әрбір петляға 1 столбик с накидом тоқылады. Енді жаңағы біз прибавка жерге келдік. Мына жерде бізде 3 столбик с накидом тұр. Осы жерден мына бірінші петляға 2 столбик с накидом тоқылады. Одан кейін тура ортасындағы петляға 2 накидті полустолбик тоқылады. Одан кейінгі петляға жаңағы 2 столбик с накидом тоқылаймыз. Сосын біздегі мына жерде көрініп тұр прибавкаға дейін ешқандай өзгеріссіз столбик с накидом тоқып шығамыз. Мінекей біз прибавкаға келіп жеттік. Енді осы жерде бізде алдыңғы қатарда 6 прибавка болса,
мына қатарда 2 еселенеді. Міне 10-шы прибавка жасалып жатыр. 11-ші прибавка. Және қазір 12-ші прибавка жасаймыз да. 12-ші прибавка. Енді мына жерде полустолбик накидам әрбір петляға тоқимыз. 3 полустолбик накидам. Одан кейінгі петляға столбик без накида 2-ін тоқимыз. Одан кейін қасындағысына 1 столбик без накида. Сосын соединительный столбик мына жерінде. Мына тура ортасында тағы да 1 соединительный столбик. Енді біз мына 2-ші жартысына көшеміз. Мына 2-ші жартысына. Мынаған керісінше қарай тоқимыз енді. Бірінші мына жердегі тұрған петляға соединительный столбиктен бастаймыз. 1 столбик без накида. Одан кейінгі тұрған петляға 2 столбик без накида тоқылады. 3 полустолбик с накидом әрбір петляға прибавкасыз тоқылады. Одан кейінгілердің барлығына 2 столбик с накидом тоқимыз. 12 петля, яғни 24 столбик с накидом тоқылады. Мынандай жүрекші шықты. Ең соңғы айналасын столбик без накидамен айналдырып жүріп шығамыз. Бір петля подъема көтереміз де, ешқандай прибавкасыз тек қана столбик без накидамен айналдыра жүріп шығамыз. Бұл біздегі соңғы қатар. Мінекей соңына келіп жеттім. Енді соңын басымен біріктіреміз де, осы жерден мынандай ілгішін тоқимыз. Соңын басымен біріктірдім. Енді осы жерден бірден 10 петля теріп аламыз воздушный. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді мына жердегі петлямен соединительный столбикпен бұлай біріктіреміз де, осымен жұмысымызды аяқтаймыз. Жібімізді
арт жағына қарай жіберіп бұйымның жақсылап отырып жасырамыз. Мінекей осындай әдемі салфеткалар тоқып үйреніңіздер менімен бірге. Каналыма лайк басып, комментарий қалдырып, және колокольчик батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде менімен бірге тоқып көріңіздер. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.